Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Ұлжанай, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен онлайн тегін мастер-класс жасайтын боламыз. Бұл мастер-класста осындай керемет начинка бананды торт дайындап үйренетін боламыз. Бұл торт өте нәзік, балмұздақ секілді. Менімен бірге соңына дейін дайындаңыз. Ол үшін қажетті ингредиенттер: жұмыртқаның ақ уызы және сары уызы, қант, күнбағыс майы, салқын су, ұн, қопсытқыш және банан. Барлық ингредиенттер қажет мөлшерде төменде описаниеде толық көрсетілген. Ең алдымен осы тортқа арналған бананды бисквитті дайындап аламыз. Ол үшін біз алдымен жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бір-бірінен ажыратып аламыз. Сары уызды ажыратқан кезде маңызды ескеретін жай, ол осындай тап-таза болуы қажет, яғни оған бірде-бір тамшы, ешқандай да сары уыз, яғни жылток түспеуі қажет. Тек қана ақ уыздан тұратын осындай болуы қажет. Сол кезде ғана сіздің бисквитіңіз өте жақсы көпіретін болады. Ал егер оған су немесе сары уыз араласып кетсе, ол дұрыс көпірмей қалады. Және де осындай ажыратылған сары уыз. Содан соң бисквиттің көтерілуі үшін тағы да бір айта кететін маңызды жай, ол осы ыдысыңыздың тап-таза болуы қажет. Яғни ыдыста ешқандай да бірде-бір тамшы су, май немесе басқа да заттар болмауы қажет. Сол таза ыдысқа ақ уызды саламыз және де оны миксерлейміз. Жақсылап тұрып, ол көпіргенге дейін миксерлеуіміз қажет. Мен осындай планетарный миксер қолданатын боламын. Егер де сізде ондай миксер болмаса, кәдімгі қол миксермен де көпіргенге дейін жақсылап тұрып араластырсаңыз болады. Тек қол миксермен жасағанда уақытыңыз ұзағырақ кетуі мүмкін. Сол себепті соңына дейін жақсылап көпіртуіңіз қажет. Сонда ғана бисквитіңіз жақсы көтерілетін болады. Мінекей шамамен осындай болып көпіршіктер шыға бастаған кезде оған жарты қантты қосамыз. Яғни қантты оған 2 бөліп қосамыз. Бірінші міне 1 бөлшек қантты қостым және де оны жақсылап тұрып тағы да миксермен көпіртеміз. Көріп тұрғаныңыздай ақ уыз бен қанттың бірге көпіруі үшін ұзақ уақыт кетеді. Сол себепті қол миксермен де шыдамды болып, соңына дейін осындай көпіршік жеткенге дейін көпірткеніңіз жақсы, сонда бисквитіңіз жақсы көтеріледі. Содан кейін қалған қанттың екінші бөлшегін қосамыз да, оны тағы да миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей қоюлығы осындай масса шыққанға дейін көпіртуіңіз қажет болады. Мінекей видеода көріп тұрғаныңыздай осындай воздушный, яғни ауаға толы масса шығуы қажет. Және де қараңызшы, ол ыдысты төңкерген кезде де бұл масса одан түсіп кетпейді, яғни ағып кетпеуі қажет. Сонда дұрыс шықты деген сөз. Содан кейін бізге блендер қажет болады. Мен осындай өзімнің кухонный комбайнның блендерін қолданамын. Сізде ол болмаса, кәдімгі қарапайым блендермен қолдана берсеңіз болады. Осы блендерге бананды саламыз, осылай туралған. Содан кейін оған жұмыртқаның сары уызын саламыз және де сұйық май және де салқын суды қосып, блендерді қосып, осылай барлығын бірге біркелкі массаға айналғанға дейін жақсылап тұрып блендермен еземіз. Мінекей массамыз дайын болды. Қараңыз, ешқандай түйіршіксіз осындай сұйықтықта болуы қажет. Біздің ақ уызды және сары уызды сұйық массамыз дайын. Енді құрғақ ингредиенттерді араластырамыз. Ол үшін ұнға қопсытқышты қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Содан кейін бізге осындай таза таба қажет болады. Және де сол табаның өлшемін өлшеп алсаңыз, соңында бізге ол қажет. Мінекей қараңыз, менің ыдысым 120 грамм. Сол 120 граммды есте сақтап алу қажет. Ол қазір бисквиттерді соңында 3-ке бөлу үшін сол өлшем қажет болады. Осы таза ыдысқа алдымен сары уызды массаның барлығын құямыз. Содан кейін оған құрғақ ингредиенттер, яғни ұн мен қопсытқыш араласқан массаны ситодан, яғни електен өткізе отырып, осылай барлығын бірге қосып тастайсыз. Және де екеуін жақсылап тұрып араластыруымыз қажет болады. Міне көріп тұрғаныңыздай сары уызды масса және де құрғақ ингредиенттерді осылай жайлап қана араластырып аласыз. Ол осындай біркелкі және де қоюлығы видеодағыдай массаға айналуы қажет. Міне масса дайын. Енді оған ақ уызды массаны қосуымыз қажет. Ол үшін ақ уызды массаны шамамен осы 2-3 бөлікке бөлу арқылы, яғни 3-4 қасықтан
жаңағы сарыуызды және құрғақ ингредиент араласқан массаға осылай саламыз, және де оны өте ақырын араластыруымыз қажет. Оны өте қатты және миксермен араластыруға болмайды, себебі мына көпіріп тұрған ақуыз басылып қалса, онда сіздің бисквитіңіз дұрыс көтерілмей қалады. Сол бисквит өте жақсы көтерілу үшін міне видеода көріп тұрғаныңыздай жан-жағынан ортасына қарай араластырасыз. Яғни оны төпеп қатты үстінен баспайсыз, сол кезде ғана оның формасын ұстайды және де воздушность, яғни ауаға толылығын сақтап, бисквитіңіз жақсы көтерілетін болады. Мінекей содан кейін екінші бөлігін тағы да ақуызды массаны қосамыз, тағы да жақсылап тұрып ақырын араластырасыз. Қатты баспайсыз. Және де соңғы үшінші бөлігі, яғни жаңағы ақуызды массаны үшке бөлгенде қалған бөлшегінің барлығын қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Міне жақыннан көріп тұрсыз, осылай ақырын ғана араластырасыз. Мінекей массамыз дайын, көріп тұрғаныңыздай ол өзінің воздушность, яғни ауаға толылығын сақтап қалған. Содан кейін оны қайтадан осылай табасымен бірге массамызды, яғни кожға арналған массамызды өлшейміз. Міне көріп тұрғаныңыздай весыйда 926 грамм болып тұр. Содан банағы 120 грамм болған ыдыстың мөлшерін алып тастаймыз да, бізде таза корждың мөлшерін біліп аламыз. Және соны үшке бөлу арқылы пісіреміз. Корждарды пісіру үшін бізге кальцо, фольга және де осындай форма қажет болады. Кальцоның астына фольга қолдану маңызды. Пергамент қағаз қолдана алмайсыз, себебі пергамент қағаз қолдансаңыз, бисквитіңіз ағып кетуі мүмкін. Сол себепті фольга қолдану маңызды. Осылай фольганы кальцоның астына қоямыз. 22 диаметрде пісіретін боламын. Бұл тортты 22-24 диаметрде пісіре берсеңіз болады. Содан кейін осылай фольганы кальцоның сыртына жақсылап тұрып орналастырып бекітеміз, және де астына осындай форма қоямыз. Ол ыңғайлылық үшін. Содан кейін бұл форманы весыйға қойып, банағы өлшеп алған мөлшеріміз бойынша осы коржды ровно үшке бөлу арқылы біздер ровно тегіс пісетін 3 корж пісіріп аламыз. Осылай әрбір корждың массасын орналастырып, оның бетін осылай тегістеп аламыз, және де 180 градус қызып тұрған пеште 15-20 минут бойы қызарғанға дейін пісіреміз. Мінекей алғашқы коржымыз пісті, оны енді фольгадан және формадан босатып, суытуымыз қажет. Осылай жан-жағындағы фольгаларды төмен түсіреміз, және де пышақпен осы корждың жан-жағын кальцодан босатып, кальцоны одан шешіп алып тастаймыз. Және де оны астындағы фольгадан да босатып аламыз. Яғни оны толық босатып, осылай суыға қоямыз. Көріп тұрсыз ғой, биіктігі осындай болып шықты. Иісі де өте керемет, бананның иісі шығады. Дәл осылай қалған екі коржды да пісіріп аламыз. Ол корждар піскенге дейін бананды ортасына қоятын кесіп дайындап аламыз. Ол үшін бананды осындай жіп-жіңішке етіп тураймыз. Оның жіңішкелігі міне видеода көріп тұрғаныңыздай осындай болуы қажет. Бізге ортасына салуға шамамен 2-3 банан кетеді. Барлығын осылай турап дайындап аламыз. Содан соң торттың кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге салқын сливки қажет. Мен осындай 33% сливкиді қолдандым. Және де ақ сгущенка және қант қажет болады. Сонымен қатар осы кремді дайындар алдында сіздерге айтатын маңызды жайтым, ол осы ыдысыңыз, яғни кремді осы взбивать ететін ыдысыңыз және де миксердің басы тоңазытқыштан немесе мұздатқыштан шыққан болса, яғни ол өте салқын болса, сонда креміңіз жақсы көпіреді. Және де сливкидің де салқын болуы маңызды. Осы салқын ыдысқа салқын сливкиді құямыз, және де оған қантты қосып, жақсылап тұрып ол формасын ұстағанға дейін, шамалы қоюланғанға дейін миксермен көпіртеміз. Ол шамалы қоюлана бастаған кезде сгущенканы қосамыз да, тағы да жақсылап тұрып миксермен араластырамыз. Яғни кәдімгі қоюлығы крем секілді болғанға дейін миксермен араластыруымыз қажет. Мінекей дайын болды, креміміз осындай болып шығады. Енді 3 коржды да пісіріп дайындап алдық. Қараңыздар, корждар осындай болып шықты. Енді тортты жинауға кірісеміз. Ол үшін бізге осындай подложка қажет болады, яғни торттың астына қоятын, және де кальцо қажет. Осы кальцоны қойып, ең астына кішкене крем жағамыз. Ол торттың осы жан-жаққа қарай орналасып, қисайып кетпесі үшін маңызды. Содан кейін алғашқы коржды орналастырамыз, және де бізге крем құятын осындай кондитерлік пакет, және оны ыңғайлы орналастырамыз.
орналастыратын ыдыс немесе банка қажет болады. Содан соң кремді де осы дәл 2 бөлшекке бөліп, висыйды қолдану арқылы осы 2-ге бөліп салсаңыз, сонда креміңіз де ровно болып, өте жақсы болып шығар еді. Банаға коржды пісірген секілді, яғни кремді де ыдысымен бірге өлшеп алып, сосын 2-ге бөле қоясыз. Содан соң осылай кондитерлік пакеттен сығу арқылы алдымен бірінші слой кремді орналастырып аламыз, және де оны тегістейміз. Мен оны тегістеу үшін осындай кондитерлік арнайы лопатка қолданамын. Егер де ол болмаса, сізде кәдімгі қасықпен немесе силиконды күрекшемен, яғни лопаткамен де қолдана берсеңіз болады. Мінекей осылай барлығын жақсылап тегістеп аламыз. Содан кейін кремнен кейін банаға турап дайындап қойған банандарды орналастырып шығамыз. Банан барлық жеріне жететіндей етіп орналастырамыз. Содан кейін екінші коржды осылай орналастырамыз. Және де қалған крем, яғни екінші слой кремді тағы да кондитерлік пакет арқылы осылай барлық жеріне жеткізіп, жақсылап жағып шығамыз. Және де оны қайтадан тегістейміз. Содан соң оған банандарды қайтадан орналастырып шығамыз, барлық жеріне жететіндей етіп. Содан кейін үшінші корждың, яғни астын үстіне қаратып орналастырамыз, және де оны кальцоны бекітіп, жақсылап тұрып нығыздап саламыз да, оны тоңазытқышқа шамамен 2-3 сағатқа қоя тұрамыз. Ол тоңазытқышта тұрғаннан кейін осылай кальцодан пышақтың көмегімен босатамыз, және де біздің тортымыз дайын болды. Енді бұл тортқа декор крем және де оны тегістеуді, қаптауды үйренетін боламыз. Ол үшін осы видеоның бетіне мен қалдырған сілтемем арқылы өтсеңіз болады, немесе сол видеоға мен төменде описаниеде де ссылкасын қалдырдым. Сонда біз осындай етіп әдемі балаларға арналған оформление жасап және тортты қаптап үйренетін боламыз. Сонымен бірге сол видеода осылай Алихан деп мастикадан жазуды үйренеміз. Міндетті түрде сол видеомды қараңыз, және де осы видеом сізге түсінікті болса, менің мастер-классым ұнаған болса, сіздерден міндетті түрде кері байланыс күтетін боламын. Мені қолдап, төменге пікір қалдырып кетсеңіздер, немесе түсінбеген сұрақтарыңыз болса, осы пікірде сұрай отырсаңыздар болады. Барлық сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. Сіздерге видеом ұнады деген ойдамын. Баршаңызға міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Дәл осылай үй жағдайында отырып, балаңызға немесе осы жақындарыңызға дәл осындай торт жасап қуантсаңыз болады. Баршаңызға сәттілік тілеймін.